Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Бұны жасау үшін біз ең алдымен круг қойып аламыз. Қалыңдығын көбейтеміз. Заливкасын өшіріп тастаймыз. Осы центрге қоямыз. Мына сыртынағысын Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, былайынан қойып қоямыз. Енді біз осы жерден осыны алып центр мысалға осылай осылай қойып қойсақ болады. Бұны енді аламыз да обводка осылай қойып қоямыз. Қалыңдығын бір рет үлкейтіп қоямыз. Енді мына жерден біз былайынан жасаймыз. Осындай өшіріп тастаймыз. Мына жерден бір рет бір бас жеріміз. Өшіргішті алып осылай істесек болады. Бұны обводка осылай қойып қоямыз. Мына жерде сәл түзілу жүру керек екен. Осыламыз Ctrl-G дейміз да, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Айналдырамыз да, осылай қойып қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Айналдырып қоямыз. Осылай қойып алдық. Енді мына волналарды салу керек. Волнаны салу үшін осылай қойып аламыз. Жерден осылай тастаймыз. Волналарды сәл осылай қойып қойық. Ctrl-D деп басып шығамыз. Енді мына жерден біз артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Ctrl-G дейміз да, осылай. Осылай қойып қоямыз. Сәл кішірейтсек болады. Мінекей. Осылай қойып алдық. Белгілейміз да, мына жерде инструменттер арқылы өшіріп тастаймыз. Енді мына жерден біз мынау несін салу керек, маякты. Бұны салу үшін біз квадратты аламыз. Салып аламыз. Мына жерге кругты алып қоямыз. Соғып қоямыз.
осылай қойып алдық. Осыны аламыз. Бұл жерге shift ұстап тұрып осылай басамыз. Трансформировать зеркальное отражение. Копировать. Өшіріп тастау керек. Көшіріп үлкейтіп қоямыз. Мына жерде ортасындағы артық элементті өшіріп тастаймыз. Қойып аламыз. Енді жерге мыналарды салып тастаймыз. Осыны аламыз. Белгілі аламыз. Объект. Трансформировать зеркальное отражение. Копировать. Окей. Осылай қойып аламыз. Енді құстарды салып қоямыз. Құстарды салу үшін баянан сала салсақ болады. Окей. Мінекей достар, осының бәрін қалғандығын бір үлкейтіп көрейік. Мінекей объект разобрать, окей дейміз. Осыны басып жібереміз. Мінекей болды. Осыны осылай қойып қоямыз. Центрге қойып жібереміз. Мына жерде бір несін ұмытып кетіппіз. Оны баяны алып, мына жерден қоя салсақ болады. Мінекей. Енді фон қойып жібереміз. Беткімен түсін таңдаймыз да артқа қарай жібереміз фонды.
Достар, осымен логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.